Сәлем достар, үй жағдайында банкіге мохито жауып қыста сақтаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен банкілерімізді міндетті түрде стерильдеп аласыздар. 20-30 минутта үй крышкаларында стерильдеп алғандарыңыз жақсы. Одан кейін осыны үлкен ыдысқа суымызды құйып қайнатамыз. Алдымен бізге керегі осыны 5 апельсин. Осы ірілеу түрін алыңыздар, 5 банкіге 5 апельсин жетеді. Одан кейін мята, яғни жалбыз, және де 2 лимон, және де дәміне қарай қантты қосамыз. Алдымен апельсиндерімізді турап аламыз. Екі шетін алып тастаңыздар, және де осыны дөңгелек пішінде қылып тураңыздар. Қалыңдығын қатты қалың емес, қатты жұқа қылып емес, осыны орташа мөлшерде турайсыздар. 2 литр банкіге 5 тілім апельсин, 3 литрлік банкіге 7 тілім апельсин саламыз. Негізі барлығын көз мөлшермен сала бересіздер ғой. Ал лимонды осы жалпы 12 литрге 2 штук лимон кетеді. 2 литр банкіге 2 тілім лимон, 3 литр банкіге 3 тілім лимон, ал 1 литрлік банкі болса 1 тілім лимон саласыздар. Лимонды көп қосып қоймаңыздар, дәмі қышқыл болып кетеді. Және де осындай жалбызымызды саламыз. Сабағын кішкене ғана алып тастап, осылай жартылай сабағымен саласыздар. Тек жапырағын салмаңыздар, сабағымен міндетті түрде салыңыздар. Осы орайда біздің суымыз қайнап шығады. Жақсылап қайнап шыққаннан соң бірақ құясыздар. 1-2 минут тұрып қалмауы керек суларыңыз. Жақсылап қайнап тұрған, сытырлап қайнап тұрған суды құямыз. Көбісі негізі көбісі емес, біразы осы бірден жауып ала береді. Ал мен бірақ алдымен құйып алып, осындай шамалы уақыт күтемін. Яғни тағы да бір рет стерильдеп аламыз, былайша айтқанда. 15-20 минут өткеннен кейін сол суымды қайтадан сол кастрөліме құйып шығамын. Осылай жасасаңыздар сенімдірек болады, ашып кетеді деп ойламайсыздар. Құйып қойған суымызды тағы да кастрөлімізге қайнатып аламыз. Ол орайда біздің қантымызды қосып шығамыз. Дәміне қарай қант қосасыздар. Мен осылай 2 литр банкіге жарты стакан, 3 литр банкіге тола 1 стакан қант қостым. Біздің суымыз, жаңа құйып қойған суымыз тағы да полный қайнап шығады. Сол кезде бірақ құясыздар. Қайнамай құюға болмайды, қыздар. Одан соң бірден банкілерімізді дәл осылай жауып ала береміз. Менен осындай закрывашканың түрін сұрайды, қандай түрін аласыз деп, мен дәл осы түрін алғанмын. Тек осылай айналдырып қана жауа бересіздер ғой. Бұлай бұрап жүріп әуре болмайсыздар. Осы түрін алсаңыздар жақсы. Мінекей достар, біздің мохитомыз дайын болды. Осылай жасап көріңіздер. Қысты күні рахаттанып тұрып ішесіздер ғой. Міндетті түрде төңкеріп, бетін одеяломен жауып 2 күнге қалдырамыз. Одан соң салқын жерде сақтаймыз.